Алаяқтарға алданған дәлелдей алмай жүр. Алматылық азаматтың атынан әлдекімдер электрондық цифрлық қолтаңба жасап 20 миллион теңге несие алған. Қылмыс жасалған кезде шетелде болған жәбірленуші телефонына ешқандай хабарлама келмесе де, банктың жеке басын анықтамай қалайша үлкен сома бере салғанын түсінбейді ал. Жазған арыз негізінде полиция оны жәбірленуші ретінде танығанмен барлық есеп шоттары бұғатталып, 20 миллион несиенің пайызы күн сайын өсіп жатыр. Мұндай жағдайда қайтпек керек? Толығырақ әріптесім Асқарбек Қазанғап баяндайды. Мұса Мамедов айдың күннің аманында қалайша алаяқтықтың құрбаны болдым деп ауыр күрсінеді. Тасымалмен айналысатын азамат қылмыс жасалған сәтте тіпті елде емес, шетелде жұмысымен жүрген екен. Я находился в Европе. Мен Еуропада едім. Банк-центр кредиттің қызметкері хабарласты. Өткенде алған несиеңіз бойынша сұрайын деп едік дейді. Ол банктен несие алмақ түгілі ешқашан есеп шот ашып көрмегенімді айттым. Сөйтсем, екінші қазан күні 20 миллион теңге алғансыз деді. Жұмысын жайына тастап елге уайыммен алып ұшып жеткен Мұсаның күдігі расталғанда салы суға кетті. Расында оның атынан электрондық цифрлық қолтаңба арқылы 20 миллионға несие алынған. Дамыған заманда қалайша мұндай бассыздыққа жол берілді деген сұрақтың жауабын әлі табалар емес. Когда я сходил в банк, банкке барғанда бар айтқандары электрондық цифрлық қолтаңбамен несие алынған деді. Ал ең болмаса жеке басты анықтайтын видео тексеріс болмайтын бет десем, білмедік анықтаймыз деп қысқа қайырды. Құзырлы органдарға арыз тастағаннан кейін бір айдан соң мына нөмірге хабарлама жіберілген деген жауап берді. Бірақ ондай нөмір менде өмірі болмаған. Қазір қарыздың көлемі 22 миллионға дейін өсті. Несиені бірнеше күннің ішінде 5 есепшотқа аударған екен. Болған жайды еректен өткізген полиция алаяқтық бабымен қылмыстық іс қозғаған. Аталмыш дерек бойынша Алмалы аудандық полиция басқармасымен қылмыстық кодекстің 190 бабының 4 тармағы бойынша қылмыстық істің қозғалған туралы хабарлаймыз. Қылмыстық іс жүргізу кодексінде көзделген барлық тергеу амалдары жүргізілу үстінде. Нәтижесінде процессуалдық шешім қабылданатын болады. Полиция Мұсаны жәбірленуші ретінде танытты. Солай бола тұра әлі күнге дейін барлық есеп шоты бұғатталған. Банк несиені төлеу уақытын сот шешіміне дейін тоқтатудың орнына керісінше өсім ақысымен есептеп жатыр. Белгілі заңгер Ғабит Өмірбектің айтуынша, бұл жағдайдағы банктың әрекеті біздің ата заңымызға қайшы келеді. Одан ешқандай ақша талап етпей, қылмыстық істің біткенін күтуіне міндетті немесе құқығы болады. Ол өзінің құқығы. Көбінесе, көп жағдайда банктер еш нәрсеге қарамастан, қылмыстық іс бар бола тұра, тергеуші хат жаза тұра, жәбірленуші ретінде таныла тұра, ақшаны алмаған біле тұра, оларды бас тартады, бәрібір де ақшаны сіз өндіресіз дейді. Бұл біздің конституциямызға қайшы деп ойлаймын. Ондай кезде азамат дереу қылмыстық іс құжаттарының көшірмелерін алып, азаматтық сотқа арыз жазып, келісім шартты заңсыз деп тану туралы арыз жазу керек. Азаматтық соттың ақшаны алмағанына көзі жетсе, келісім шартты заңсыз деп таниды. Сол жағдайда ғана банк есеп шотын бұғаттан шығарып, 20 миллионның несиесін төлеу міндетінен босатады екен. Бұл іске қатысты банк әзірге жарытып жауап бермеді. Асқарбек Қазанғап, Мейірлан Әзімбай, КТК, Алматы.